Саламатсыздар, құрметті әріптестер, құрметті магистранттар, студенттер, енді кіргендер кіре жатыр, бірақ жайлап біз дәрісімізді бастай берейік. Бүгінгі біздің дәрісіміз Алтын Орда дәуірі тарихи, мәдени және тілдік үдерістер деп аталады. Яғни өздеріңіз көріп отырғандай, тек қана тілдік мәселе емес, біз тарихқа да шолу жасап кетеміз. Яғни тілдік үдерістерді айту үшін біз тарихсыз алға баса алмаймыз. Тарихты дұрыс жөнді зерттеу үшін тілдік мәселеге де біз қарауымыз керек. Сондықтан тіл, әдебиет, тарих бұл үшеуі бірін-бірі толықтырып, бірін-бірі сабақтастырып тұратын нәрсе. Сондықтан бұларды бір-бірінсіз қарастыру мүмкін емес. Және биылғы үлкен мәселе осы 2023 жылы жошы ұлысына биыл 8 жыл толып отыр. Бір жағынан да біздің дәрісіміз осы үлкен юбилейге арналған сияқты болып отырмыз. Себебі біздің қазақтың тарихы үшін жошы ұлысының орны бөлек. Міне Құдайға шүкір, биыл тәуелсіздік алғанымызға 30 жылдан асып барады. Іргелі еліміз, шекарамыз бекітулі. Қазіргі таңда міне әділетті мемлекет, біртұтас ұлт, берекелі қоғам құру жолында жұмыс жасап жатырмыз. Әлемдегі мемлекеті бар 5000-нан астам ұлт бар, соның ішінде 195 мемлекет бар, яғни сол мемлекеті бар бақытты ұлттардың біріміз ғой деп ойлаймын. 21 ғасырда талай ұлттар сол өзінің мемлекеттігіне жете алмай жүр. Құдайға шүкір, қазақ елі іргелі ел болып отыр. Сондықтан мына тәуелсіздік алғалы өз тарихымызды өзіміз зерттеп жүрген жайымыз бар. Тіліміздің тарихын, әдебиетіміздің тарихын, мемлекеттілігіміздің тарихын зерттеп жаңа тың көзқарастар келуде дүниеге. Міне өздеріңізге белгілі, әсіресе мәдени мұра бағдарламасы бойынша біздің тарихымыздың көптеген ақтаңдақтар ашылып, көптеген археологиялық деректер табылды. Әсіресе өзіміздің абызымыз Әбіш Кекілбаев айтады, қазақтың 4000 жылдық тарихы бар, дәйекті деректемелі тарихы 2000 жылдың көлемінде дейді. Яғни Орхон-Енисейден бастасақ, дерек одан да ары қарай терең тарих бар екенін сеземіз. Ал енді қазақтың антрополог ғалымы Оразақ Смағұлов қазақтың тарихы бір тал шашында немесе бір күрек түсінде дейді. Яғни антропологиялық тұрғыдан зерттеп, қазақтың 40 ғасырлық тарихын дәлелдеп берді. Яғни 4000 жылдан астам осы Евразия кеңістігінде қазақ ұлты биологиялық тип ретінде өмір сүріп жатыр. Яғни ешқайдан көшіп келген жоқ, ешқайда кеткен жоқ. Осы Евразия кеңістігінде 4000, тіпті одан дәрі 5000-дай деп айтуға болады. Қазақ ұлты осы жердің жергілікті биологиялық тип, адамның бір түрі ретінде, адамзаттың түрі ретінде өмір сүріп жатыр. Яғни біздің тамырымыз терең. Енді академик ағамыз Болат Көмеков айтады, осы қазақ хандығына дейін осы ұлы далада 18 мемлекеттік құрылым бірінің орнына бірі келіп сабақтастық сипатта болды дейді. Яғни мемлекеттер ауысып тұрғанымен халық ауысқан жоқ. Халық сол түркі тайпалар еді. Халық сол қыпшақ тайпалар еді. Бірақ қазақ хандығына шейін бірнеше мемлекет бірінің орнына бірі келді. Яғни сонау Сақ, ғұндар мемлекеті, одан кейін Қаңлы үйсіндер, одан кейін сонау 6 ғасырда түркі қағанаты дүниеге келді. Міне Қазақстан аумағы түркі қағанатының саяси және мәдени ықпалында болды. Соның нәтижесінде Қазақстан территориясында мемлекеттіліктің жаңа белесі басталды. Яғни осы тұста көне түркі жазуы да өркендеді. Міне кейін көне түркі қағанаты да ыдырайды, өздеріңіз тарихтан білесіңдер. Батыс түркі қағанатының ыдырауына байланысты Қазақстан территориясында 3 мемлекеттік бірлестік пайда болды. Олар Сырдария мен Арал теңізі маңында Оғыз мемлекеті, Жетісуда Қарлық мемлекеті, ал орталық, солтүстік және шығыс Қазақстанда Қимақ қағанаты дүниеге келді. Осы аталған 9-10 ғасырлардағы этносаяси бірлестіктер түрік қағанатының мемлекеттік, әкімшілік, әскери және әлеуметтік мәдени дәстүрлерін жалғастырды. 11 ғасырдың басында саяси алауыздықтың әсерінен Қимақ қағанаты ыдырады. Тарих сахнасында Қимақ мемлекетінің мұрагері ретінде қыпшақтар шықты. 11-12 ғасырларда Қазақстан территориясында Қыпшақ хандығы құрылды. Көне түріктік және көшпелі мемлекеттік дәстүрлер ұстанған Қыпшақ дәуірі басталды.
Бабалар аңсаған тәуелсіздікке жетуіміздегі бізге бірінші тірек болған осындай ұлы тарихи жолда санамызға сіңген, жадымызға орныққан мемлекетшілдік елдік сана. Бұл қасиетті сана біздің тарихи жадымызда көне түркі заманынан қалған. Еуропа қалың ұйқыда жатқанда тұлпар мініп туалған бес қару түгел біздің ата бабамыз күндіз отырмадым, түнде ұйықтамадым, қара терімді шорттым, қызыл қанымды жүгірттім, түркі будыны үшін дейді, түркі халық үшін дегені. Яғни елдікті бірінші орынға қойған болатын. Міне осы Күлтегін жазуында айтылған осы қасиетті сөздің сарыны әр қыпшақ ұланының жүрегінен орын алды. Бабадан балаға қан мен сүтпен жалғасты. Осы мемлекетшілдік, елдік сана орта ғасырларда қазақ хандығы тұсында көрінді. Қазақ хандығының негізі Алтын Орданың құрылу қалыптасу үдерісінен бастау алады. Қазақ ұлтының қалыптасу жолын, қазақ мемлекеттігінің дамуын Алтын Ордасыз елестету мүмкін емес. Яғни өздеріңіз тарихтан білесіздер, 1223 жылы Шыңғысхан Құланбасы жаздығында үлкен құрылтай өткізеді. Яғни өзінің жаулап алған ұлан-ғайыр территориясын бөртеден туған 4 ұлына бөліп береді. Сонда Жошыға үлкен ұлға, сонау Жетісудың теріске бөлігі, Ертістен бері қарай Еділге дейінгі ұлан ғасыр аймақ беріледі. Ол Дешті Қыпшақ даласы болатын. Міне, орда Ертістің бойында болды Жошының ордасы. Осы Жошы ұлысының құрамына қазақ ұлтының негізін құраған Керей, Арғын, Қыпшақ және тағы басқа да тайпалар енді. Жошы хан өз қарамағында халықпен жақсы қарым-қатынас орнатып, жергілікті жұрттың салт-дәстүріне, дініне, өмір сүру дағдысына қол сұқпады дейді. Тіпті ол ұлы қағандыққа бағынбай өзіндік тәуелсіз саясат жүргізді. Жосының батырлығынан, алғырлығынан оның әкесі Шыңғысхан да қорыққан. Тіпті мысалы 1260 жылғы жазылған Жужанидің Табанат-ин-Насири деген тарихнамасында былай деп жазады. Жошы қыпшақтарды жақсы көріп кеткені сонша, ол Хорезмде моңғолдарға қандай да бір қыпшақ баласының маңдайынан шеткізбейді дейді. Міне, Жошының енді тарихта бірнеше әйелі болған, 40-қа жуық ұлы болған. Оның ішінде тарихи деректерде аты қалған тарихта енді Орда Ежен, Бату, Берке, Шиван тағы басқа ұлдары бар мықты. Міне Жошы ұлысы Алтайдан Дунайға дейінгі жер алып жатқан ұлы мемлекет болды. Кейін оның баласы Бату хан, кейде Сайын хан дейді атайды оны тарихта. 1236-1242 жылдары 7 жылдық жорығында ұлы даланың, яғни кеңістігін тұтас, ұлы дала кеңістігінде тұтас Жошының билігін бекітті. Бұл даңғайыр кеңістік шығыстағы Ертістен батыстағы Дунайға дейін созылды. Жошы ұлысының солтүстігінде Бұлғар қаласы және Башқыр аймағы, оңтүстігінде Кавказдағы Темір қақпа, қазіргі Дербент қаласы, Темір қақпаға шейін жетті. Міне, одан әрі Сырдарияның ортағысы Арал теңізі, Үргенішті қоса алғанда солтүстік Хорезм, Үстірт және Маңғыстауға шейін созылып жатты дейді. Міне, ұлан-ғайыр аймақ осы Жошы ұлысына айналды. Кейін Жошы өлгеннен кейін осы биліктің басына Бати келгені белгілі. Міне, Бату да, Бати деп атаймыз кейде, осы Бату Жошы ұлысының тарихи үрдісін, мемлекеттік үрдісін, ел басқару дәстүрін жалғастырды, мемлекеттің іргесін бекітті, Алтын Орда үлкен империяға айналды, 250 жылдан астам өмір сүрген осы Еуразия кеңістігіндегі үлкен мемлекетке айналды. Яғни Батудан кейін Берке де осы билікті ары қарай жалғастырды. Берке тұсында да ұлы қағандықтың билігін мойындамайтын дербес хандық ретінде өзінің саясатын жүргізе бастады. Өзіне сарай салды Берке. Бірақ енді Алтын Орданың толық саяси тәуелсіздікке Батудың немересі Мөңке Темірдің тұсында қол жеткізді дейді тарихшылар. Билік басына келген Мөңке Темір ұлы қағандықтан бөлінгенін көрсетіп, өз атынан теңге соқтырады. Яғни 13 ғасырдың 60 жылдарынан бастап Жошы ұлысы жалпы империялық орталықтан бөлінген дербес мемлекет ретінде бой түзеді дейді тарихшылар. Міне, мемлекет құрамында әртүрлі сөйлеген отырықшы және көшпелі халықтар болды. Алтын Орда Өзбек хан кейінгі, одан кейінгі Жәнібек хан тұсында саяси және экономикалық жағынан
қуатты империяға айналды. Империяны бір орталықтан басқару жүйесі күшейіп, шаруашылық дамып, сауда саттық өркендеді. Өте үлкен тұрақты әскер қалыптасып, Әзербайжанға және Шығыс Еуропаға жасалған жорықтар сәтті аяқталды осы тұста. Осы тұста үлкен мәселе жошылысын халықтарының көбі тәңірлік дүниетаныммен бірге ислам дінінде ұстана бастаған еді. Алтын Орда билігі жаулап алған жерлердің халықтардың діни ұстанымына еркіндік беріп, тіпті дін өкілдерін салықтан босатып тұрған. Қандай да бір мемлекеттің өсіп өркендеуіне дін үлкен қызмет атқарады. Мұсылман әлемінің ықпалымен іштен де сырттан мұсылман әлемінің ықпалы Алтын Ордаға іштен де сырттан да болғаны байқалады. Себебі Еділ бойының бұлғар қалаларындағы тұрғындар ежелден мұсылман болатын. Хорезм мен Бұқара жұрты да бұрыннан ислам дінін ұстанатын. Сондықтан сонымен қатар сонау Мысыр мәмлүктері де, яғни мұсылман дінін ұстанды, және Мысыр мәмлүктері осы біздің Алтын Орда хандарымен тығыз қарым-қатынаста болды тарихи тұрғыдан. Саяси дипломатиялық тығыз қарым-қатынас орнады. Соның әсерімен осы Алтын Орданың территориясында ислам дінінің Әбу Ханифа мазхабы кеңінен тарады. Мұсылмандық бір орталықтан басқарған хандық билікті күшейтті. Сонымен қатар ұшқан құстың қанаты алатын осы қыпшақ даласында, әсіресе Жүйек жолының бойында тәртіп орнатты, қауіпсіздік орнатты. Әсіресе Берке хан тұсында мешіт салу, діни идеология қатты өркендеді. Міне сондықтан осы ислам діні де Алтын Орданың мемлекет ретінде орнығуына, оның идеологиясының бекуіне үлкен қызмет атқарды. Мәселен, 14-ші ғасырда Алтын Ордада Ханафи мазхабының амал шарттарын кеңінен түсіндіретін Муғинул Мурид, муридқа көмекші атты туынды кең тараған. Бұл жазбада иман, намаз, ораза, зекет, қажылық мәселелері өлең сөзбен өрнектелген. Яғни дінді жалаң сөзбен емес, сол Алтын Орданың халқының өзінің жақсы қабылдайтын поэзия жолымен дінді түсіндіру үрдіс алған болатын. Мұның өзі сол кездегі дін өкілдерінің халықтың тұрмыс тіршілігін, табиғатын жақсы білгендігін көрсетеді. Алтын Ордада мұсылмандықты қабылдауды 3 кезеңге бөліп қарастыруға болады. Бірінші Берке хан дәуірі, екінші Өзбек хан билік құрған кезең, үшінші 15-ші ғасыр басында Алтын Орданың біршама үлкен аумағында билік жүргізген ер едіге заманы. Мұны 3 кезеңге бөліп қарастыруға болады. Ислам дін өкілдері мемлекеттің саяси өміріне белсене араласты. Билік басында жошы әулеттерінен кейінгі беделді ықпалды топқа айналды. Дін өкілдерінің арасында мемлекет ішінде феодалдық қоғамдық сана қалыптасып, діни үлгіде болса да жазу, әдебиет және мәдениет өркендеді. Енді осы кезде бір мәселе, Алтын Орда тұсында тарихи дамуында бұрынғы Алтын Ордаға дейін де қалалар болған осы өңірлерде. Сол қалалар қайтадан өркендеп, қайтадан жаңа қалалар салына бастады. Қала мәдениеті дами бастады. Мәселен, Егоровтың зерттеулерінде Моңғол шапқыншылығына дейін дейді, Еділ бұлғарларында осы 110-ға шейін қала болды дейді. Кейбір ғалымдар тіпті 200-ге шейін қаланың көрсетеді орнын. Соның ішіндегі ең ірі қалалар Сарай Аль-Жадид, Хорезм, Гүлістан, Бұлғар, Биляр, Азақ, Қырым, Кафа, Қажытарқан, Орда-Базар, Бек-Базар, Үкек, Сарайшық, Моқшы, Шәһір Аль-Жадид, Маджар және тағы басқа қалаларды ғалымдар атап көрсетеді. Алтын Орда саяси тұрғыдан бірнеше ұлыстарға бөлінген. Көшпелі мемлекет болса да, дами келе жартылай отырықшы және жартылай көшпелі мемлекетке айналғандығын Еділ жайық бойындағы ірі қалалардан байқаймыз. Қалалар рухани мәдени орталықтарға айналып, сарай маңында әртүрлі қолөнершілермен қатар ғалымдар, шайырлар, сәулетшілер топтасқан. Бұл туралы мысалы атақты ғалым Эмир Наджиб айтып кетеді. Яғни араб парсы тарихшылары осы Алтын Орда тұсында, Алтын Орда сарайларында мықты ғалымдар, жазушылар, ақындардың топтасқандығын, суретшілердің топтасқандығын өздерінің жазбаларында айтып кеткен болатын. Яғни Алтын Орда сауда жолында орналасқан ең мәдениетті мемлекетке айналды. Алтын Орданың экономикалық даму деңгейі өз тұсындағы басқа да державалардан ешқандай кем емес дейді тарихшылар.
көшпелі мал шаруашылығы, отырықшылық, диқаншылық, яғни дала мен қалалар тығыз сабақтастықта болды. Мұның өзі қолөнердің де, керуен саудасында жедел дамуына ықпал етті. Шаруашылықтың аса маңызды екі түрі көшпелі дала және отырықшы аймақтар бірін-бірі толықтырып экономикалық әлеует қалыптасты дейді. Міне Алтын Орда тұсында тарихта үш қаланың орны бөлек. Бірінші Сарай Бату астанасы, немесе Сарай Әл-Махфуз деп атайды. Екінші Сарай Берке, кейде Сарай Әл-Жадид деп атаймыз оны. Үшіншісі Сарайшық. Енді бұл қалалар туралы мәліметтер өте көп. Орыстың тарихшыларын, мына шетелдің саяхатшыларын туралы оның бәрін айту міндетті емес бұл жерде. Енді ең бір ерекше көңіл аударатын Сарайшық қаласы. Сарайшық қаласы Қазақстанның территориясында, Атырау облысы Махамбет ауданында орналасқан. Оны өздерің көріп те жүргендерің, көрген де болуларыңыз керек. Көрмесеңіздер, көріңіздер. Сарайшық музейінің құрылғанына 20 жылдан асты. 2018 жылы Қазақстан Республикасының үкіметінің қаулысына сәйкес хан ордалы Сарайшық мұражай қорығы республикалық статус алып, қазір кешенді жұмыстар атқаруда. Яғни қазақ хандарының алғашқы пантеоны осы Сарайшықта жатыр. Сарайшықтың кезінде географ саяхатшы Ибн Батута осы Сарайшық туралы жақсы мәліметтер келтіріп, керемет әдемі қала екенін жазып кеткен. Сондықтан сонымен қатар тағы бір айтылатын мәселе осы өзіміздің Орал қаласы, Жайық қалашығы, яғни көбіне Орал қаласының іргесін 1613 жылы казак-орыстар салды деген тұжырым бар ғой советтік тарихта. Осы казак-орыстардан бұрын да, яғни 13 ғасырда осы Орал қаласының территориясында Жайық қалашығы Алтын Орда тұсында болғандығы дәлелденді. Ол біздің осы өлкеміздің тарихшы археологтары оны толық дәлелдеп шықты. Тек қана Жайық қалашығы емес, осы Сарыөзен, Жалпақтал маңында да тағы да бірнеше қалалардың орны бар Алтын Орда дәуіріндегі. Яғни біздің Батыс Қазақстан Алтын Орданың толық табаны. Яғни Алтын Орданың 40% территориясы тарихи Алтын Орданың осы Батыс Қазақстанның территориясын қамтып жатыр. Сондықтан біз сол Алтын Орданың табанында отырмыз. Енді бұл тарихи мәселелер. Енді осы Алтын Орданы айтқан кезде біз Қыпшақ факторы деген мәселе шығады. Қыпшақ факторы. Алтын Орданың құрылуы, қалыптасуы, дамуында Қыпшақ тектес түркі тайпалары үлкен рөл атқарды. Билік басына жаңа жошы келдік дедік қой. Жошы билік басына енді кейде деректері 90 үймен көшіп келді дейді осы Қыпшақ даласына. Жошы келгенімен моңғолдық дәстүрмен жүрмей қыпшақтық дәстүрді қабылдады. Яғни моңғол мәдениеті мен қыпшақ мәдениеті шарпысқан кезде қыпшақ мәдениеті үстем болды да, яғни билік басындағы моңғол әулеттері, яғни Шыңғыс хан әулеттері қыпшақтанды. Үшінші ұрпақтан бастап бұлар таза қазақ тілінде сөйлей бастады. Яғни қазаққа әбден сіңді қыпшақ тайпаларына. Міне сондықтан Алтын Орда территориясында біз Қыпшақты міндетті түрде айтамыз. Міне енді Алтын Орда мемлекетінің халқы кім болды, қандай халық болды деген мәселе бар тарихта. Енді Миляранский айтады, түркі-моңғол тайпалары аралас өмір сүрді дейді. Қазақ ғалымы профессор Құршанов Алтын Орда халқының дені қыпшақтар болды дейді. Енді жалпы осы қыпшақтар қайда кетті, қайда келді деген үлкен сұрақ туындайды. Сондай кезде, соңғы кезде Мұрат Ажи сияқты тарихшылар Палын Дешті Қыпшақский степи деген кітап жазып Мұрат Ажи. Сонда айтады, осы Евразия кеңістігінің әрбір бұрышында, әрбір қиырында түрік тілі үстем болды дейді. Оның ішінде қыпшақ тілі үстем болды деп ашып көрсетеді. Яғни қыпшақ деген сөздің өзі енді Білге қағанның ескерткішінде кездеседі 7-ші ғасырларда. Сондықтан осы қыпшақтар 11-ші ғасырда күшейді. Жаңа мана басында айтып кеттік. 11-ші ғасырда жаңағы оғыздар күшейді, бірақ оғыздар конфедерацияға бірігіп үлгере алмады. Қыпшақтар күшейді де Қыпшақ конфедерациясы қалыптасты. Оғыздар ығысты Еуропаға қарай. Оғыздар енді қазіргі Әзірбайжандар, түрікпендер, түріктер сол оғыздардың ұрпақтары. Олар Еуропаға жылжыды.
Түріктер де біздің ата жұртымыз дейтін тегін емес, қазақ даласын. Міне, сондықтан орта ғасырлық қыпшақтар тарихын арнайы зерттеген Ақынжанов айтады, әртүрлі тарихи деректерге қарағанда Қазақстан даласының солтүстік аймақтарында 11-12 ғасырларда түркі тайпаларының басында хан билігі бар Қыпшақтар конфедерациясы қалыптасты деп тұжырымдайды. Міне, Қыпшақтар ұлан байтақ территорияны игеріп, Балқаш көлінің жағалауларында жазық далалардан солтүстік Кавказ таулары мен Қырым қырқаларына дейінгі аралықты мекендеді. Мафазат әл-Ғуз атауы, Оғыздар даласы деген сөз. Мафазат әл-Ғуз атауының орнына Дешті Қыпшақ атауы дүниеге келді. Парсы тілінде Қыпшақтар даласы деген сөз. Деш деген парсыша. Қыпшақ тайпалары Қытай қорғанынан бастап Шығыс Түркістан, Алтай таулары, Орталық Азия, Еділ аймағы, Алтын Орда, тіпті одан әрі Европаға шейін тарады дейді. Міне, кейін Моңғол үстемдігі кезінде құрылған Алтын Орда Қыпшақтардың негізгі отанына айналды дейді. Міне, соңғы кездегі енді орыстың мықты ғалымдары Трепауовта осындай тұжырымдарды ұстанады. Яғни Алтын Ордада құрамында көптеген халықтар болды, бірақ соның ішіндегі ең көбі, ең үстемі ол Қыпшақтар еді дейді. Сол байыры Қыпшақтар қазақ халқының жеке этностық топ болып қалыптасып, дербес ұлт ретінде тарих дастарханынан өзіне лайық орын алуына, сондай-ақ Қарақалпақ, Башқұрт, Татар, Ноғай, Қырым татарлары, Қарашай, Балқар, Құмық, Қарайым, Алтай, Қырғыз халықтарын ұлт болып қалыптасуына игі ықпалын тигізді. Бұл айтып отқан халықтарымыз кім? Яғни бұлар Қыпшақ тектес халықтар. Бүгінгі 10 шақты Қыпшақ тектес ұлттар бар. Яғни біздің табынымыз бір. Міне, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев тарих толқынында атты кітабында Алтын Орда қазақ хандығының бастауы болған деп тұжырымдап берді. Енді Алтын Орданың 750 жылдығын атап өттік. Міне, осыған сай Қасым-Жомарт Тоқаев Ұлытауда мысалы халықаралық деңгейде этнографиялық орталық құруды нұсқаулық берген болатын, яғни Жошы ханның есімін ұлықтауды. Оның себебі өздеріңізге белгілі, Моңғолияда Шыңғыс ханға керемет ескерткіш ашылды. Яғни Моңғол әлемде жоқ керемет теңдес ескерткіш ашылды. Ал қазақтар біз Жошыны құрметтеуіміз керек, Жошымен мақтануымыз керек. Жошы Қазақстанның территориясында Жошының мазары жатыр. Яғни Алтын Орданың негізін қалаушы Жошы, Жошының Қазақстан территориясында жатқандығы біздің Алтын Орданың мұрагеріміз деп айтуымызға толық бізге дәлел бола алатын. Сондықтан Ұлытауда Жошы хан кесенесінің маңайында үлкен тарихи мәдени кешен ашылды. Мынау сөніп қалайын деп тұрған сияқты зомымызда. Сөнгенше сөйлей берейік да, сосын қосылармыз. Маған 10 минут қалды деп нұсқаулық келіп жатыр. Мені Алтын Орда орта ғасырларда едәуір жылдар бойы Евразия халықтарының өмірінде аса маңызды орын алған тарихи және даму үдерісінде ерекше аталатын мемлекеттердің бірі. Феодалдық бытыраңқылықтан гөрі этникалық және географиялық тұтастыққа негізделген қоғамдық саяси құрылым болған мемлекеттік жүйенің кейінгі қазақ халқы үшін тарихы үшін, қазақ халқының тарихы үшін маңызы зор. Мына түркітануда ғылымында орта түркі дәуірі деген бар. Орта түркі дәуірі ол 10 мен 15 ғасырдың аралығы. Осы кезеңде қазақ бір тұтас телегей теңіз түркі халықтарының ішінен қазақтың өзінің даралануы, қазақ ұлтының қалыптасуы, тұтастануы, бірігуі, басқалардан даралану үдерісі басталды. Сондықтан осы орта түркі дәуірі біздің қазақ тарихы үшін өте үлкен рөл атқарады. Яғни осы орта түркі дәуірінде Алтын Орда құрылып тұр. Көріп тұрсыңдар, 10 мен 15 ғасырдың аралығы. Енді Алтын Орданың атауына келейік. Алтын Орданың атауы бұл Жошы ұлысы, тарихта ең көп кездесетін атауы. Одан кейін Дешті Қыпшақ мемлекеті дейді. Сонымен қатар Европалықтар Тартария дейді, немесе Кумандар ері дейді. Ал Тоқтамыстың өзі ең соңғы қатында, Алтын Орданың ең соңғы қаттары ұлы ұлыс деп жазған. Яғни ең дұрысы ұлы ұлыс, ұлы империя деген сөз. Енді
Нұрлан Кенжахмет деген біздің мықты қазақтың ғалымы бар, мына Гарвард университетінде. Ол кісі көне карталарды зерттеп жүр ғой енді. Ол кісі айтады, Алтын Орданың тағы бір аты бар дейді, Европада ол тоқмақ деп атаған дейді. Тоқмақ деген некесіз туғанның мемлекеті деген. Яғни жошы бір әңгіме бар ғой енді, жошы Шыңғыс ханнан туған жоқ, басқа біреуден туды деген сияқты бір әңгімелер бар еді тарихта. Соған байланысты айтылған дейді. Бірақ ең Европада көп айтылатын Тартария. Яғни Тартарияны мекендегендер тартарлар немесе татарлар. Ал түп негізі татарлар деген сөздің түп негізі ол дозақтан шыққан адамдар деген сөз. Оның себебі еуропалықтар ат әскерден 5 қару асынған көшпенділерден сұмдық қорыққан ғой. Сондықтан дозақтан шыққан адамдар деп атаған. Жалпы татар деген сол қорыққаннан қойылған атау. Кейін қазір ол тек бір ғана татарлардың этникалық атауы болып кетті. А шын мәнінде оның мағынасы кең. Ал Шоқан Уәлиханов айтады, қазақтар Алтын Орданы Ноғайлының ауыр жұты деп атаған дейді. Сондықтан біз осы Алтын Ордаға тікелей қатысты ұлттардың біріміз. Жаңа айтып кеттім ғой енді, Алтын Орданың бірнеше атауы бар. Ең дұрыс атауы ұлық ұлыс. Жаңа Тартария, Кумандар ел деп атаған. Шоқан Уәлиханов Ноғайлының ауыр жұты деп атайды. Сөйтіп атағанын ескертеді. О да өте дұрыс сияқты, себебі біздің кіші жүз бәріміз Ноғайлы еліміз. Қобланды батыр да, ер тарғын да Ноғайлының батыры. Қазақтың батырымын деп айтпаған олар ол кезде. Яғни Ноғайлы дәуір әдебиеті деген бар, сонау мұрын жырау жырлаған. Ойында үлкен басқа әңгіме. Міне тарихи деректерде ең көп кездесетіні сол ұлық ұлыс. Енді соңғы деректерде енді Алтын Орда деп айта бастадық. Әсіресе орыс ғалымдары. Шын мәнінде араб саяхатшысы Ибн Батута Өзбек ханның ордасына келгенде хан ордасын алтындатылған шатыр деп суреттейді. Яғни Алтын Орда негізі ол сол сарайға қатысты айтылған сөз, кейін тұтас мемлекеттің атауы ретінде сол ғылыми зерттеулерде орны қалды. Алтын Орда атауы 14-ші ғасырдың басында алғаш рет Рашид ад-Диннің жазбасында да кездеседі екен. 17-18 ғасырларда орыс ғалымдары Алтын Орда атауын ресми қолдана бастады. Жошы ұлысы Алтын Орда тарихын зерттеуде әртүрлі ғылыми тұжырымдар қалыптастырған Европа Ресей ғалымдарының еңбегі зор. Австралиялық неміс ғалымы Хаммер Пургшталдың 1845 жылы Будапешт қаласында История Золотой Орды деген монографиясы жарық көрді. Бұл Европадағы Алтын Орда тарихына қатысты алғашқы көлемді зерттеу еңбек. Ресей мемлекетінің іргелі ел болып қалыптасуына Алтын Орданың тарихи ықпалы зор екені анық. Карамзиннің пікірінше, Алтын Орда билігі дәуірінде бірнеше князьдықтарға ыдырап бөлінген, Рус жерінің өзара алауыздықтар мен талас тартыстары тоқтатылып, князьдардың билігі күшейтіліп, бір орталықтан басқару жүйесі енгізілді дейді. Яғни шын мәнінде Алтын Орданың Ресейге өте ықпалы көп болды. Енді орыстың Татишев, Шерватов, Ричков, Голицын сияқты зерттеушілері Алтын Орданы көбіне жабайы, басқыншы, тайпалық құрылымдық мемлекет ретінде қарастырады. Яғни кеңестік тарихнамада Алтын Орданы зерттеген Яковлевский болсын, Греков болсын, көбі бұлар басқыншы, жабайы мемлекет. Барған жеріне регрессивтік рөл атқаратын, пиратшылық рөл атқаратын мемлекет ретінде қарастырған сондай ұстанымдары болған. Енді Распад Золотой Орды деген Сафарғалиевтің классикалық монографиясы бар. Сонда Алтын Орданың қалай ыдырауын толық көрсеткен жақсы еңбек. Енді кейінгі кезеңде кеңес үкіметінің ыдырауына байланысты Ресейде Алтын Орда тарихын зерттеуде позитивті тұрғыдан қарастырған көзқарастар қалыптаса бастады. Ресей зерттеушілер Трепавлов, Мирғалиев, Крапачевский, Гатин сияқты көптеген зерттеушілер Алтын Орданың әлеуметтік геосаясатта алатын орны мен тарихи маңызы, саяси экономикалық және дипломатиялық қарым-қатынастар жөнінде маңызды пікірлер мен тың қорытындылар жасаған. Енді қазақ зерттеушілері де бұл бағытта Тынышбаев, Аспендияровтан бастап зерттеу жүргізу үстінде, әсіресе отандық тарихнамада біз Көмековтің, Жұмағұловтың, Қиянатұлының, Талас Омарбековтің, Батыршаұлының еңбектерін
атап өтуге болады. Енді осы кезеңде Алтын Орданың империясының бүгінгі мұрагері кім деген өзекті сұрақ туындайды. Бүкіл түйініміз осы. Осыған қандай пікір айта аламыз біз? Евразияның кең жазира далалық кеңістігінде 13 ғасырдың басынан өмір сүрген империя саяси әлеуметтік мәселелердің ықпалы мен қыры қабақ ішкі және сыртқы тартыстардың кесірінен 16 ғасырдың басында толық ыдырады Алтын Орда. Ұлы ұлыстың жұртынан 6-7 мемлекет бөлініп шықты. Бірінші болып, о бастан Орда ежен билік құрған Ақ Орда бөлініп, одан кейін Әбілқайыр хандығы, оның ішінен Қазақ хандығы дараланып дербес билік құрды. Сонымен қатар ұлы жұрттың орнынан Сібір хандығы, Қырым хандығы, Қазан хандығы, Ноғай ордасы және Қажытархан хандықтары бой көрсетті. Осы хандықтарда өмір сүрген қыпшақ текті ұлт пен ұлыстардың қай-қайсысы да Алтын Орданың мұрагеріміз деп айтуға құқы бар. Ал қазіргі 21 ғасыр биігінен қарастырсақ, мемлекеттік құрылым болып отырған Алтын Орданың мұрагерлері Қазақстан мен Татарстан. Ал Алтын Ордадан тамыр тартып, бүгінгі заманға жеткен елдердің ішінде тек Қазақстан ғана тәуелсіз мемлекет екенін ескеріп, Алтын Орда мемлекетінің нағыз мұрагері біздер деп айтуға толық мүмкіндігіміз бар. Кеңестік кезеңде қалыптасқан ұлттық тарихнамада Ақ Орда Қазақ хандығының бейнесі деген тұжырым қалыптасқан. Яғни Ақ Орда бұл ежен ұлысы ғой. Соңғы кездердегі ғылыми зерттеулерде қалыптасқан қатаң қисындардың шеңберіне шығып, Қазақ мемлекетінің тарихын кең ауқымда қарастыру қалыптасып келеді. Мәселен, Қазақ мемлекетінің қалыптасу тарихындағы бастапқы кезең ретінде әрине Шыңғыс ханның Моңғол империясының негізін салуын емес, сондай-ақ 15 ғасырдағы Қазақ хандығының құрылуынан емес, жолшы ұлысы болып саналатын Алтын Орданың құрылуын санауымыз қажет деген тұжырымдар бой көрсете бастады. Қазақ тарихы мен қыпшақтануда Алтын Ордалық кезеңді қарастыру мен талдап зерделеу болашақ үшін айрықша маңызды болып табылады. Ақ Орда бұл Орда ежен мемлекеті. Ақ Орда Қазақ хандығының бастауы деген тұжырымнан гөрі Қазақ мемлекеттігі этникалық, генетикалық, антропологиялық, этномәдени, лингвомәдени, фольклорлық, жазба мұрағаттық сабақтастық және географиялық жағынан Алтын Ордадан бастау алады деген тұжырым дұрыс. Алтын Орданың ежелгі территориясының 40% бүгінгі Қазақстан иелігі, байырғы қазақ жұртының атамекені. Бірақ мына жалпы кеңестік түркітануда, тарихта да болсын, қазақ жұртының тарихи, рухани мәдениетін Алтын Орда мәдениетінен, тарихынан тыс қарастыру қалыптасқан. Алтын Ордаға жақындатқысы келмейді кейде бізде түркітанушылар, тарихшылар. Бұл енді сонау Европа синтристік көзқарастың нәтижесі бұл. Кейбір тарихшылар айтады, алтын жошылы қазақ елі, ол қазақ жұрты жошы ұлысы ыдырағаннан кейін пайда болған балаң жұрт дейді. Сергей Пешмалов сияқты түркітанушы ғалымдар қазақ тілі ең жас тіл дейді. Шын мәнінде бір кейін қалыптасқан ұлт ретінде көрсеткісі келеді бізді. Ал тіпті атақты Наджиб түркітанушы мына Алтын Орда тұсындағы ескерткіштердің бәрін зерттеп, сол ескерткіштердің тілінде қыпшақ элементтері бар екенін де көрсеткен мықты ғалым. Соның өзі де евросинттік көзқарастан шыға алмайды. Ол үлкен ғалым. Соның өзі кейде айтады, қазақ ұлты дейді, бұлар Алтын Орданың мәдениеті мен әдебиетін кейін жалғастыра алмай қалды дейді. Себебі олар көшпенді халық болғаннан кейін Алтын Орданың мәдениетінен бөлініп қалып, тек қана ауыз әдебиетінің деңгейінде қалды деген сияқты пікір білдіреді. Бұл енді Европа синтристік көзқараспен айтылған қасаң пікір. Өкінішке орай біздің тарихшылар, түркітанушылар да кейде саясаттың ықпалынан шыға алмай қалады. Шын мәнінде ғылым ол шындықты айту керек. Біз сол Алтын Орданың дәстүрін, мәдениетін жалғастыру ұлттардың біріміз, негізгісіміз және. Соңғы жылдары Ресей тарапы өздерінің тарихын қайта зерттей бастады, байқасаңыздар.
жаңағы 250 жыл бойы біз татар-моңғол шапқыншылығының астында болдық. Сол татар-моңғол шапқыншылығынан азаттық күрестің арқасында құтылдық деген сияқты айтатын тарихтарын қаза алып тастап, бұрын тарихтарын кейбірусынан бастайтын еді, олар осы Алтын Ордадан бастап жатыр. Мысалы, Хақас мемлекеттік университетінің доценті Түйіндешевтің «Великий хан Батый, основатель российской государственности» деген кітап шықты. Енді бұл шындық енді. Шындық жағы да бар. Яғни Ресейдің іргелі ел болып, мемлекет болып ұйысуына, мемлекет құрылымда үлгі қылып алуына Алтын Орданың игі ықпалы болды. Яғни Ресей князьдықтары ол кезде Алтын Ордаға салық төлеп тұрды, соның саясатын ұстанды, Алтын Ордаға бағынышты болды. Алтын Орданың қандары сонау Мәскеуге көптеген орыстың қалаларына шіркеу салдырған. Шіркеу не үшін керек? Ол салық жинау үшін керек, халықтың санағын жүргізу үшін. Яғни Алтын Ордаға олар әр жыл сайын кезекті салығын төлеп тұрған Алтын Орданың бір бөлігі болатын Ресей князьдықтары. Кейін Алтын Орда ыдырағаннан кейін Ресей күшейді, өзіндік мемлекеттік дәстүрін жалғастырды. Бірақ енді Ресей айтады, қазір біз Алтын Орданың мұрагеріміз деген концепцияны қатты ұстанып отыр. Оның ішінде енді татар ағайындарымыз да кіріп кетеді. Ресейдің бұл ұстанымы бір жағынан Алтын Орданың мұрагері дегеніміз Евразия кеңістігінде біз мұрагеріміз, Евразия кеңістігіне біз қожайынбыз деген өздерінің баяғы орыстық шовинистік пиғылдарында көрсетіп қояды. Мұрагерлікті, мирасқорлықты біз неден іздейміз? Бірінші кезекте біз тілден. Қазақ тарихы қазақ тілінде. Міне осындай концепция бар. Қазақ тарихы қазақ әдебиетінде деп те айтады кейбір ғалымдар. Шын мәнінде қазақ тарихы ол қазақтың тілінде. Академик Қайдаров айтады, тарихшылар әртүрлі тарихи деректер тауып жатады, археологтар әртүрлі қазба мәліметтер тауып жатады. Дей тұрғанмен, бұның бәрі этностың жүріп өткен жолының мыңнан бір елесі ғана дейді. Ал шын мәнінде ұлттың тарихы ол оның тілінде, киген киімінде, қолданған заттарында, жеген тамағында, яғни бүкіл әдет ғұрпында қалады, солардың атауларында қалады. Яғни тіл біздің жанды құбылыс, ол өзінің тарихтағы мәліметтерін өзімен бірге алып жүреді. Яғни бүкіл тұрақты тіркестер, мақал мәтелдер қазақтың тарихын білдіреді. Сондықтан осы Алтын Орда тұсында қаншама жазба ескерткіштер жазылды. Олар қандай тілде деген сұрақ туындайды. Әрине Алтын Орда тұсындағы ескерткіштер негізінен Оғыз қыпшақ тілінде жазылған ескерткіштер және қыпшақ Оғыз тілінде жазылған ескерткіштер екі топқа бөлінеді. Яғни бірінде Оғыз элементі басымырақ, бірінде қыпшақ элементі басымырақ. Енді осы тұста атақты түркітанушы Заиншковский айтады, 13-ші ғасырда бір тұтас орта түркі тілі қалыптасты дейді. Міне осы концепцияға сүйенген біздің қазақтың ғалымдары Әбжан Құршанов, Әсен Иватовтар айтады, орта түркі жазба әдеби тілі, орта түркі тілі деген терминдерді қалыптастырды. Жақсы. Осы орта түркі әдеби тілі дейді, Орта Азияны ғана емес, бүкіл Қазақстан, сонау Еуропаға шейінді, Дешті Қыпшақтың бүкіл территориясы, Қырым халықтарына, Мысыр мен Шамдағы Мәмлүк қыпшақтарына шейін жетті дейді. Осы орта түркі тілі. Шын мәнінде жаңағы осы орта түркі тілі екі вариантта өрбіді. Оғыз қыпшақ. Шын мәнінде орта түркі тілде отырғанымыз сол көне қыпшақ тілі еді. Міне бұл мәселені осы кезде біздің ғалымдар енді қатты ашып айта алмады, бірақ негізгі ойларын айтып кетті. Оның басты себебі 1953 жылы академик Тағымет Сауранбаев «Некоторые черты древнего кипчакского языка» деген кішкентай ғана мақала жазған болатын. Соған Севертен бастаған Мәскеудің ғалымдары қарсы шықты. Қайдағы қыпшақ тілі деп. Міне осы сонан кейін бұл мәселені кішкене біз қазақ ғалымдары зерттеуден ашық зерттеуге бара алмай қалды. Яғни ол кезде біз Мәскеудің көзқарасымен өмір сүрдік. Енді мына тәуелсіз Қазақстан тұсында біз көне қыпшақ тілі деген терминді толық айта бастадық. Ол қыпшақ мәселесін ең бірінші көтерген қазақтың түркітанушы ғалымы біздің Әбжан Құршанов болатын. Енді жаңағы біз Алтын Орданың мұрагеріміз деп кеудемізді соға берген ештеңе шықпайды. Оны дәлелдеу керек. Оны қалай дәлелдейсің? Оны жазба ескерткіштердің тіліне сүйенесің. Осы жазба ескерткіштердің тілінде қарап отырсақ,
Көптеген сөздер. Мәселен, мыңға жоқ сөздер тура қазақ тіліндегі де айтылады. Мен 5-6 ескерткішін қарап шықтым, 7 ескерткішін бе. Сонда адым, азық, алма, сары, кең, тар, 4-90 деген сияқты қалай айтылса солай жазылады. Яғни қазақ тіліндегімен бірдей. Одан басқа енді бір-екі дыбыс өзгерген сөздер де көп кездеседі. Енді осы Алтын Орда тұсындағы мәдени лексикаға көңіл аударсақ, мәселен, Алтын Орданың тұсындағы біздің ата бабаларымыз мал бақты ғой енді. Сондағы ат, бағылдан, йылқы, оғлақ, сығыр, тевәк, қысырақ, қозы, қой дейді. Соны біз бағып жүрміз. Алтын Орданың адамдары таққан әшеки, асырыға езік дейді, тағып жүрміз. Алтын Орданың адамдары қолданған ыдыс-аяқ, біздің ата бабамыз қолданған ыдыс-аяқ атаулары: аяқ, ызыс, бычақ, чанақ, шөмшек, қазған, қашық қолданып жүрміз. Үй іші мүліктері: ашқыш, бешік, ястық, йоғырған деген көрпе, киіз, кілем, сыпыртқа дейді, қолданып жүрміз. Киген киімдері Алтын Орданың тұсында: тон, чапан, кәмәр, құр, кафтан, көңілек, бөрік, башпақ дейді. Міне киіп жүрміз. Киім тігетін материалдары: бөз, шүбірек, қайыш, атлас, ебек, көн, мамық, тері дейді. Киіп жүрміз, қолданып жүрміз. Еңбек құралдарының атауын: балта, бұрғы, ырғақ, көрік, тарғақ, тырнауыш, араба, иіп, дұзақ, терек, қазық, қоңырау дейді, қоңырау қолданып жүрміз. Ішкен жеген тамағын атауларына қарасақ: аш, ет, бал, йогурт, сарқыт, тұз, ұн, қаймақ, сүт ішіп жүрміз. Яғни бұның бәрі біздің этно-мәдени сабақтастықты білдіреді. Яғни бұл атаулар тегін атау емес, бұлар ғасырлар бойы келе жатқан атаулар. Ішкен жеген тамағына біздің атауымыз ат қоя білген, сол атауларды біз әлі шейін ішіп келе жатырмыз, атап келе жатырмыз, киіп келе жатырмыз. Міне бұл этно-мәдени сабақтастықтың көрінісі. Одан кейін бір мәселе. Енді түбірге көңіл бөлеміз. Қазақтың тарихы тілдің түбірінде. Академик Қайдаров 3000 қазақтың бір буынды түбірін анықтаған болатын. Енді өлі түбір деген категория бар. Өлі түбір енді қазір тілдік тұрғыдан біз оны бөле алмаймыз. Тарихи тұрғыдан біз өлі түбірді бөле аламыз. Өлі түбір деген сөз өліп қалмайды ол. Ол тамыр сияқты. Мәселен, бодан деген сөздің түбірі бот. Ол Архон Енесейде, көне түркі тілінде дербес сөз. Буырқанып бусанды деген мұздай темір құрсанды дейміз. Сонда бусанды, оның түбірі бус, бош, ашуланды деген сөз. Ол Алтын Орда тұсында дербес сөз. Кебін киген келмейді, кебенек киген келеді дейміз. Кебенек сырт киім, оның түбірі кеп, қап. О да орта ғасырда Алтын Орда тұсында түбір күйінде сақталған. Яғни біздің қазақ тіліндегі өлі түбірлер Алтын Орда тұсында тірі түбір болып жүр. Бұл біздің тіліміздің тікелей сабақтастығын көрсетеді. Одан кейінгі мәселе. Тұрақты тіркестер тұнып тұрған Алтын Орда тұсындағы тура біздің тілімізде де сол күйінде қалған. Яғни жалғасып жатыр. Мәселен, yüzін ерге қойып дейді, жүзін жерге қойып ұялу. 14-ші түннің толын айы дейді. Сұлуды 14-ші түннің толған айындай. 7 қылым ішінде дейді, 7 қылым ішінде. Мені осы тұрақты тіркестерінің барлығы да қазақ тілінде сақталып жалғасып жатыр. Әрбір тұрақты тіркестің артында бір тарихи оқиға бар, тарихи із бар. Мәселен, сонау Орғазу деген тіркес бар, ол қалай қалыптасты? Орғазу деген сөз, яғни бұрынғы аңшылар ерте заманда, сонау түркі заманда, Алтын Орда тұсында да бұл ор қазып, қазір мына үстіртте сол орлардың ізі бар. Күзде үлкен аңшылыққа шығып, аңды орға келіп құлатып, өзіне керекті күздігін сойысын атып алады. Сосын ақсақалдар батасын беріп, сауға сұрап, қалған аңдарды керегін алғаннан кейін қалған аман сау жібереді. Мұны орғазу. Ал біздің қазақта біреуге орғазба өзің түсесің деген мақал қалыптасты. Яғни әр мақалдың, әр тұрақты тіркестің артында осындай тарихи іздер жатыр. Оның бәрін біз осы жазба ескерткіштерге сүйеніп қарай аламыз. Яғни Мағжан Жұмабаев айтып кеткен ғой. Қыпшақтардың бір кезде дәуірлеп жасаған жазира даласының қара шаңырағының мұрагері сол қазақтар деген. Енді бір мәселе, Алтын Орданың тұсында ресми тіл қандай болды? Ол үшін біз ресми іс қағаздарды қалай жүрді деген сұрақ туындайды. Жалпы 14-ші ғасырдан бізге
10 шақты ресми іс қағаз қалған. Оның ішінде Тоқтамыстың 2 хаты бар. Оны Қазенбек, Березиндер оқыды. Кейін біздер де қарап жүрміз. Оны Тайдолай ханымның жазған жарлықтары бар. Осы жарлықтардың тілін қазіргі қазақ тілімен салыстырсақ, 80% Қыпшақ тілінің дерегімен сәйкес. 10% араб парсы, 10% моңғол элементтері. Яғни 80% таза біздің Қыпшақ тілдеріне сәйкес келеді. Яғни ресми Қыпшақ тілінде жазылған деп, іс қағаздары ресми Қыпшақ тілінде жазылған деп айтуымызға толық мүмкіндік бар. Ондағы әрбір жұрнақ жалғау, жаңалық, мысалы ярық, тамғалық дейді, бітмәдін дейді, бітмейінше дейді, қазір бітпейінше деген, келмейінше, болмайынша деген түбірлердің арғы тегі. Бізде қазір тұрған, тұғын, тын деген тұлғалар бар. Біз енді морфологиялық тұрғыдан зерттесек, қазіргі барам тұғын, келген тұғын дейді ғой. Солардың бәрі де осы арқы Алтын Орда тұсындағы жұрнақ жалғаулар. Біті, жаз, бітікші, хатшы деген. Осындай көптеген сөздер тура кездеседі. Яғни 80% Қыпшақ элементі. Сондықтан Алтын Орда тұсындағы ресми тіл, ресми іс қағаздары Қыпшақ тілінде болды деп толық тұжырымдауымызға негіз бар. Енді тағы бір концепция бар. Қазақ тарихы қазақ әдебиетінде деген. Бұл да жанды сөз. Мысалы, Алтын Орда қазақ мәдени кодының маңызды бөлшегі дейді Тоқаев. Шын мәнінде осы Алтын Орда тұсындағы Алтын Орда әдебиеті, Алтын Орда әдеби мұрасы біздің қазақ әдебиетінің қайнар көзі. Осы Алтын Орда тұсында Құран кәрімді аудара бастады. Жалпы Құранды аударуға болмайды, аударған кісінің басын алады. Бірақ сонда да ғалымдар Орта Азиялық тәпсірді жазды. Яғни Құранды тәпсірледі Қыпшақ тілінде. Нақыш әл-Фарадис, жұмаққа баратын жол, о да Құранның мәселелерін жазылған. Одан кейін әдебиетте Мұхаммед Нами деген керемет шығарма жазды Хорезми. Осы кезеңде жалпы исламдық түсінікте жаңағы махаббат мәселесі, ол деген адамға тән емес, махаббат деген Аллаға деген махаббат, махаббат деген жұмақтағы хор қызына деген махаббат, яғни махаббат сезімі адамға тән емес деген концепция болды. Соны бұзып Хорезми Мұхаммед Нами деген керемет шығарма жазды. Және күлгеніңде оймақ ерінің үлбірер, сонда сені пері көрсе, ол да менде телмірер. Яғни сезімнің, махаббат сезімінің жер бетіндегі адамға тән екенін дәлелдеді. Міне осы концепция кейін қазақ әдебиетінде жалғасын тапты. Тіпті қазақтың ауыз әдебиетінің жауһары, Қыз жібек жыры қазақ хандығы тұсында қалыптасқан. Батырлық, байлық кімде жоқ, ғашықтық жөні бір басқа дейді. Махаббатты бірінші орынға шығарды. Ал осы үрдіс кейінгі Абай поэзиясында жалғасты. Сұлулық, нәзіктік, махаббат мәселесін керемет жазып кеткен өзіміздің Абай ақынымыз болатын. Міне бұл Алтын Орда дәстүрінің қазақ әдебиетіндегі жалғасы деп айтуымызға болады. Одан кейінгі мәселе мұрагерлікті дәлелдеу үшіншіден ғасырлар бойы сабақтастықта жалғасқан билік жүйесін айтуымыз керек. Алтын Орданы басқарған жошы болса, сол жошыдан тараған ұрпақ Шыңғысхан әулеті, сол қазақ хандарының бәрі сол Шыңғысхан әулетінен тарады, соңы Кенесарыға дейін. Тіпті Алаш Көсем Әлихан Бөкейханов та хан тұқымы. Әлихан Бөкейхановтың жазғаны бар 14-ші жылы. Хан баласында қазақтың қақысы бар еді. Тірі болсам қазаққа қызмет қылмай қоймаймын деп. Міне қазақ мемлекетінің іргетасын тап осы төре тұқымының өкілдері қалады. Қазақ қоғамындағы жоғары мәртебе иесі сұлтандар, яғни Шыңғысханның еркек кіндікті ұрпақтары шыңғысзадалар болды. Олар қазақ қоғамындағы ең ірі ықпалды күшке айналды дейді. Міне кешегі Әлиханға дейін осы билік басындағы төре тұқымы қазақ үшін үлкен қызмет істеді. Оны ұмытпауымыз керек. Келесі бір мәселе, мұрагерлікті дәлелдеуде 4-ші мәселе, ол ұлттық салт дәстүр, шаруашылық үдерістері. Мәселен, осы кезеңде Иран тарихшысы Рашид ад-Диннің Жамият тауарихында айтады, түркі тайпаларын айтады. Бұлар дейді, ата тектерін керемет біледі дейді. Кішкентай балаға туғаннан бастап өзінің ата тегін үйретеді дейді. Кімнен туғанын, кімнен тарағанын. Бұл басқа жұртта жоқ керемет бір қасиет деп
жаңағы Рашид әденің Жамиет Тауарияғында атап көрсетеді. Ал сол жеті атасын білу, жеті атаға шейін үйленбеу, жеті атасын білмеген жетесіз дейтін, ол біздің қазақтар. Әлемге шейін біз осы дәстүр біздің қанымызға сіңген керемет жеті атаға шейін өзіміздің ата тегімізді біліп отырмыз. Бұл басқа ұлттарда кездесе бермейтін бір жақсы қасиет. Соның бетте мал бағу дәстүрі жаңа қазақтың сол кезде Алтын Орданың тұсындағы дейді, жаңағы төрт түліктің бәрін керемет бағады, қойды да жылқыны да, бірақ ең қадірлісі жылқы, бірақ жылқыны малын күзетіп жатпайды, малына ен таңба салып жібереді. Сол ен таңба арқылы олардың малы жоғалмайды, жоғалған мал кейін қайтарылады дейді. Ал малға ен салуда ол біздің қазақтың дәстүрінде әлі жалғасып келеді. Аңшылық кәсіп. Бұл да қазақтың дәстүрінде жалғасқан, ит жүгіртіп құс салу әлемге шейін жалғасуда, Құдайға шүкір. Енді бұрынғыдай салмұрын қылып әлгі бүкіл ел болып аңға шықпасақ та, аңшылық дәстүр жалғасып келеді. Әмеңгерлік мәселесін де көрсетеді. Енді бір мәселе айтып кетейік. Ертең бізде Наурызда көрісу күні, көрісу айты күні емес, көрісу айты. Машқұр Жүсіп көпейіп айтып кеткен. Бұрын қазақтар дейді, 14 наурыз, ескіше 1 наурыз күні, көктемнің 1 күні деп қазақтар наурызнама тойлайтын еді. Ол 8-9 күнге созылатын еді дейді. Яғни бұл байырғы көне қазақтың мейрамы, яғни көрісу айты. Қыстан аман шыққан кісі бірін-бірі көре алмайды, қыста қиында. Сонда қыстан аман шығып, ағайын туыс жамырасып көрісіп, ұлыс күні кәржас құшақтасып көріскен, жаңағытқан қозыдай жамырасып көріскен дейді. Жамырасып келіскен, шалдар бата беріскен, сақтай көр деп терістен дейді. Міне осы ұлыс күні. Ұлыс күні басқа күн емес. Байқайсыңдар ма? Неге ұлыс күні? Осы кезде ой туындайды. Ұлыс деген ұлық ұлыс. Ол Алтын Орда. Ұлыс деген империя деген сөз. Жай ғана мемлекет емес, ол империя деген сөз. Яғни үлкен мемлекеттің, империяның мейрамы ұлық ұлыс деген. Алтын Орданың мейрамы болу керек. Оның басты себебі 15 ғасырға дейін орыстардың өзі жаңа жылды осы 14 наурызда тойлаған деген дерек бар. Яғни сонда Алтын Орданың құрамындағылардың бәрі де осы ұлыс күнін тойласа керек. Себебі байқайсыңдар ма, осы біздің кіші жүздің территориясында сақталған Ақтөбе, Маңғыстау, Түркімен қазақтары, Ресей қазақтарында осы көрісу айты әлі шейін сақталып келеді. Міне бұның өзі тамырымыздың, осы наурыздың өзінің, көрісу айтының өзінің тамыры өте тереңде жатқандығын, түркі-моңғол дәуірінен қалған үлкен бір дәстүр екенін байқатады. Жалпы наурыздың көрісу айтының арғы тамыры ол сонау түркі-моңғол дәуірінде жатыр. Міне осындай тарихи, мәдени деректерге сүйене отырып, тарихи, тілдік, әдеби және рухани мәдени деректерге сүйене отырып, ұлық ұлыс Алтын Орданың бүгінгі басты мұрагері қазақ ұлты, Қазақстан Республикасы деп тұжырымдауға толық негіз бар дегім келеді. Міне Құдайға шүкір, қазақтың тарихы терең, қазақ тілі монолитті тіл болып қалыптасты. Мысалы, бізде диалекті жоқ, тілдік ерекшелік қана бар. Жақында ғана біз Башқұртта ағайындарға барып келдік бір конференцияға. Олар 3 диалектіміз бар деп, 3 диалектісінің тіпті 3 алфавиті бар. Өзіндік. 3 диалектіде кітапшалар шығарып тастаған. Соншама азғантай 2 миллион Башқұртта соншама 3 диалекті болып дамып кеткеніне мен біз үшін енді ол негізі жақсы емес, ол ондай диалектіге бөліну деген. Қазақ тілі тұтас монолитті бір тіл. Қаншама территорияны алып жатырмыз. Сонда да сонау Стамбулдың қазағы мен Шығыс Түркістандағы, Қытайдағы қазақ бір тілде, бір дәстүрде өмір сүреміз. Бұл біздің тарихи тамырымыздың терең екенін көрсететін тағы бір дәлел. Яғни біз Алтын Орданың толық мұрагеріміз деп айтуымызға құқымыз бар деп ойлаймын.